Бәріне сәлем. Бүгін сіздерге бір жасағаннан сәтті, керемет, дәмді болып шығатын лечо салатының рецептімен бөліскім келіп отыр. Қысқа салаттарды біз дайындап бастап кеттік. Осылай өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, қыздар. Ең бірінші барлық керек заттарды осылай жуып, тазалап, турап дайындап аламыз. Мен енді бірінші бастайтын кезде барлығын мясорубкадан өткізіп, керек заттарын барлығын дайындап алғанды жақсы көремін. Қараңыздар, огурцыларды суға салып, жібітіп дайындап қойдым. Одан бөлек помидорды бірінші мясорубкадан өткіземін. Одан кейін банкаларын барлығын осылай булап аласыздар, қыздар. Дайындап, крышкасын жауып қойдым. И отқа осы помидорды бірінші қойып қоямын. Осылай газдың үстінде бір бұрқ еткенше қайнатып аласыздар помидорды. Мына жерде 8 килограммдай бар бізде помидор. Одан кейін перецтарды қосасыздар, қызыл жасыл барлығын араластырып, тоже 15 минутта қайнатасыздар, қыздар. Одан кейін барып үстінен огурцыды қосамыз. Не осылай күшті цвет шығып жатыр, көрдіңіздер ғой. Огурцы, мына жерде сарымсақ барлығын бірге қостым. Енді огурцыды кубиктап турасаңыздар да болады, оның барлығы енді өз қалауларыңыз. Мен осындай өзімше жаңадай сәндеген түрім ғой. Осылай әдемілеп тұрып салып, бір 15 минутта қайнатасыздар да, одан кейін дәмдеуіштердің барлығын қосып шығасыздар. Укроп, петрушка барлығы енді үйде не бар, в общем, соның барлығын салып жібердім. Осырап болып қалып қоймасын деп ше. Сонымен енді бір жарты кеседей тұзымды, жарты кеседей қантымды қостым. Оның үстінен түйір жаңағы қара бұрышты қостым. Одан кейін араластырып аламыз жақсылап. Сосын лавровый листті қосасыздар. Енді ол өз қалауларыңыз, кейбір жандар ұнатпайды, бұндай жапырақты қосқанын, ал бізде ұнатады, сондықтан қосып жібердім. Сосын қара бұрышты септім. Солай валям, дайын болды банкамыз, қыздар. Міне 2 литрлікке барлығын құйып шықтым. Осындай өте дәмді, керемет лечо шықты, қыздар. Лечоны негізі сәбізбен де, огурцымен де істесеңіздер болады. Мен осы жолы огурцымен істеп көрдім. Өте дәмді, ерекше болып шығады екен, қыздар. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп кетіңіздер.